күндегі басты мақсат оқушылардың білімге деген көзқарасының қалыптасуында жаңа тың екпін беріп, мотивациясын ояту болып табылады. Екі ұлымды алып келдім, мұны кішкентай қызымызды алып келдік. Өте ұнап жатыр. Сіздерге рахмет деп айтамын. Сүйінші Назарбаев зияткерлік мектебі. Ол менің арманым, өмірлік мақсатым болған. Мен үшін Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу, ол сабағымды жақсы оқып, ата-анамды қуанту. Сол арқылы мен талай биік шыңдарды бағындырамын деп ойлаймын. Маған бүгін көп нәрсе ұнады. Маған ағылшын және де өнер бәрі де ұнады. Өткені маған өнерде құмыра жасау ұнайды маған. What do you wish to our little guests? I wish that our guests will have an exciting day today and a day full of knowledge and learning new things, because being the open day ceremony, we hope to attract a lot of people to come into the school and learn a lot today. Осымен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай ұйымдастырылған ашық есік күнінен бейнерепортажымыз аяғына қарай жетті. Назарларыңызға рахмет. Зияткерлік мектеп ұжымы баршаңызды мерекемен құттықтайды. Қош сау болыңыздар.